Елімізде жақын арада азық-түлік бағасы арзандауы мүмкін. Себебі өңірлердегі ірі сауда орындары Түркістан облысының көкөнісі мен жемісін делдалсыз тікелей сатып алатын болады. Түркістан облысында ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеевтің қатысуымен өткен республикалық семинарда облыс әкімдіктері осындай меморандумға қол қойды. Мамандар Түркістан облысы республика халқын ерте пісетін картоп, пияз, сәбіз, қырыққабатпен қамтамасыз етуге мүмкіндігі мол екенін айтып отыр. Семинарда егістен сөреге дейін деп аталған жоба аясында өнімді өткізу, тауар өндірушілерді қолдау, бағаны тұрақтандыру, ауыл шаруашылығындағы жаңа технологиялар мәселелері талқыланды. Семинарға қатысқандар жергілікті диқандардың жетістіктері мен тәжірибесін өз көздерімен көрді. Қазір өзіміз көріп отырмыз, ерте пісетін өнімдер келіп жатыр. Картоп 40 қабат келіп жатыр. Соны енді өңірлердің барлығы дұрыстап келісім шартқа отырып, тездетіп тұтынушыларға жеткізу керек. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер сол келісілген бағамен өткізеді. Ол біріншіден тұтынушыға күрт өспей, қолайлы бағамен алушыларға жеткізуге мүмкіншілік туып отыр, деді ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкей.